Баршаңызға сәлем достар. Бүгін менде тағы да гүл тақырыбы. Орхидея сатып алдым тағы да. Орхидеяға тоймайды екен дейтін шығарсыздар. Алдыңғы видеода түсірдім ғой. Бір орхидея 1500 теңгеден скидкамен сатып алдым деп. Соны осы орхидеялар бәрі бірге тұрған. Ол кезде бәрі 1500 теңгеден тұғын. Енді қай күні барсам, мен жай жаңағы препарат дәрі алам деп барғам. Енді әр кезде барып бір дәріден алып отырайын деп барғам. Сөйтсем мыналарды 500 теңгеден деп тұр. Қалған 4 орхидея мен 4-еуін де алып кеттім 500 теңгеден. Представляете? Сосын бұны мен жұма күні әкелдім. Жұма күні түстен кейін кешке әкеліп қойдым осылай. Бүгін бізде міне дүйсенбіге шейін осылай әкеліп осылай әкелген кейін бір қарадым ғой бәрін тамырларын. Жұма күннен осы дүйсенбіге шейін осылай тұр. Бір жағынан жаңа теплица болып тұрсын деп ойладым. Екінші жағынан андай препарат алдым. Фитоспорин деген. Бұл жаңағы мынау гүлдердің гниль, ауру гүлдерге жаңағы қалай обработка еткенге жақсы деді да осыны. Осыны алдым. Бұны енді бұл мен ішінде міне 100 грамм болады. 100 граммды 200 мл суға дайындайды екенбіз. Міне мен 200 мл кәдімгі өзіміздің ішетін фильтрдағы суды дайындадым. Соған араластырып дайындап қойдым. Міне тура 0,5 бутылка баклажка шықты. Бұл енді осылай дайындағаннан кейін 2 сутка тұрғаннан кейін әсері жақсы болады дегенді. Содан кейін бір жағынан сол себепті де мыналар осылай тұр. Бір жағынан парник есебінде тұрсын. Жаңағы менің үйімнің несіне адаптация болсын деп осылай тұр. Ал бір несі мынау үшеуін 500 теңгеден берді, ал мынау біреу менен совсем солып қалған, тамыры да жоқ, бұны тегін берді. Бұны әкелгеннен кейін қарасам, тамырының түбі қап-қара болып тұрды. Сосын шыдамай бұны алып, жай мынандай керамзитке су құйып осылай қойып қойдым да. 2 күн 3 күн тұрып, одан сайын шіріп кетпесін деп қорқып осылай істеп қойдым. Ал енді бұлардың қазір топырақтарын ауыстырамыз. Топырақтары мынау тамырлары қалай, соны көрейік бірге. Тамырлары вроде сондай жаман емес. Сол мен алған күні суғарылған екен, суғарылғаннан кейін жаңағы пакеттен шығармай әдейі солай как парник есебінде қойдым. Так, мынаның тамыры. Мынада тамыры аздау екен. Мынау андай мультифлора дейді. Мультифлора деген орхидеяның майда гүлдейтін түрі. Енді цветтері қандай екенін білмеймін. Мына біреуге міне гүлінің несін салып қойыпты. Мынандай фиолетовый гүлдейді екен. Бұның да тамыры міне жаман емес вроде. Қазір бәрін бірге ашып зерттейміз. Мына мультифлорадан бастайық. Сырттан әкелген гүлдерді негізінде жаңағы обработать етіп алғаннан кейін барып басқа гүлдерге қосуымыз керек екенді. Мен алдыңғы гүлдерді әкелген кезде ондайды білмеймін. Жаңағы гүлдердің арасына қоса салғам ғой. Бірақ ешқандай қоңыз вроде неткен жоқ. Бірақ мох деген, мох деппін ғой, машқа деген гүлдің шыбындары болады ғой, майда шыбын. Сондайлары бар да. Қандай гүлді әкелсек те сырттан жаңа бірінші обработка жасап, 1-2 апта хотя бы карантинге қойып, карантин дегеніміз жаңағы үйде гүлдерден бөлек жерге қойып, кішкене нетіп алуымыз керек екен да, жаңағы бөлек ұстап. Содан кейін барып қосуымыз керек екен. Ал мен алдыңғы гүлдерде олай істеген жоқпын. Енді міне 2 күн 3 күн тұрғаннан кейін барып гүлдерді осылай қосып, жаңағы
мынанан трофяной стаканы бар екен міне. Мынаның тамыры кішкене онша емес. Перекись водородыменен обработать етіп аламыз. Соны құраған жерлерін бәрін алып тастаймыз. Алдында барғанымда осы алдыңғы видеомда бірге отырғыздық қой орхидеяны. Сол осы гүлдер бәрі бір жерде тұрған. Сон тамыры ең қалыңын таңдап алып кеткен ғой. Тынышлары бар, аяққа бірші. Ол кезде 1500 теңгеден тұғын бағалары. Кеше қай күні жұма күні барғанымда негізі мен гүл алам деп барған жоқпын. Жаңағы осы гүлдерге препараттар алайын. Әр кезде бір солай алып қойайын. Бәрін бірден алғанға кішкене накладно деп ойлаған ғой. Сөйтіп қарасам, жаңа гүлдер тұр 500 теңгеден дейді. Ойбай деп сразу алып алдым ғой. Жаңа біреуін тегін берді, ол енді восстановиться ете ме, етпей ме білмеймін, енді көреміз. Мыналарды вроде кішкене тірілтіп алуға болады. Ары қарай өсіріп алам деп ойлаймын енді. Құдай Мінекей достарына мынандай түбінде мынандай нелер болады, қураған, жапырақтың қурағандар болады. Бұларды ашып алып тастау керек. Тамыр шығатын болса, сол тамырларға кедергі болмау үшін. Қураған нелерін бәрін алып тастау керек. Сосын цветоносты да қазір кесіп тастаймын. Бұл керегі жоқ. Мындай пинцет. Мынада 2 цветонос бар екен. Екеуін де алып тастайын. Өйткені тамырына күш берсін. Мындай пинцетпен алған ыңғайлы, бұндай нелерді, жапырақтарын, қураған жапырақтарын. Мінекей достар, бәрін ашып тазалап алдым. Міне, так көріне ма? Міне, шейкаларының бәрі жап-жасыл болып ашылып қалды. Осылай тазалап аламыз. Қазір енді қалғандарында осылай тазалап нетіп аламын. Оны енді камерадан тыс жасаймын. Сіздердің уақыттарыңызды алмау үшін. Соңынан біратала көрсетемін. Мінекей достар, үшеуін де тазалап болдым. Мына үшіншісінің біраз тірі тамырлары кесілді. Өйткені мынандай түптерінен былай шіріп кеткен да міне. Бәрі пайдасы жоқ, сол үшін кесіп тастадым. 2 жапырақ алынды. Сосын мынау грунты туралы айтып кетейін дегем. Міне мынау екеуінің нелері жақсы шықты. Бұларды енді мен тастамаймын. Бұларды жақсылап жуып алып, ыстық қайнаған суға салып қоям. Сосын мына дәрімен обработать етем. Алдыңғы орхидеяны обработать еткен жоқпын, бірақ бұны тазалап жуып алып, ыстық қайнаған суға салып, суғанша сосын кептіріп алдым. Міне қараңыздар, әп-әдемі қара, майда қара. Бұны қайтып қолдануға
көп адам қолданбайды, әрине лақтырып жібереді, бірақ мен ешқандай ештеңесі жоқ, тап-таза, мен қолданамын. Достар, мен жаңа мынаны қарап отырып тексерсем, мынау орхидея өсіретін кісілер жақсы біледі. Мынау орхидеяда трипсы деген вредитель болады. Енді қазақшасы оны қалай айтылатынын білмеймін. Мен енді орхидеяны алып жүргеннен кейін ютубтан қарап нетіп жүрмін ғой. Мен қыздарым осылай шулап кетеді, айып етпеңіздер. Мен сол ютубтан қарап нетіп жүрмін ғой. Міне бұлар осындай ең үстіңгі мынау жаңа шыққан жапырағы ғой. Осы жас жапырақтың несі дәмді болады ғой, видимо, соған осылай балалап тастайды екен. Міне қараңыздар, міне бүжір болып балалап тастаған. Мынау жапырақтың состояниесі біртүрлі болып тұр. Мен қашаннан бері соны байқамаппын, жаңа ғана байқап тұрмын осыны. Міне қараңыздар. Қазір енді мен бұны жаңағы неге, бұны негізі Актара деген препарат бар, сонымен обработать етеді екен. Менде енді қазір ол жоқ. Қазір енді жаңағы мынау препаратыма осы гүлдердің бәрін жапырағыменен бүкілін салып қоямын. Жарты сағатқа салып қоямын. Енді мынаны мен бөлек саламын. Енді біреуінде болғаннан кейін бәрінде болатын шығар. Тем более қастарында жақын тұр бәрі. Енді мына екеуін бөлек, мынаны бөлек қазір жаңағы препаратқа салып қоямын. Мен 1 литр су дайындап алдым. Қандай су екені айтылмаған инструкциясында. Мен қайнаған суды суытып алдым, жылытып. Жылы, қам жылы су болады ғой, сондай жылы су. Мына препаратты қолданар алдында әбден жақсылап қозғалғанбыз. Міне мен мынандай дәрінің ыдысы ғой, соны каплямен өлшейміз. 1 литрға 10 капля қосамыз. Әбден жақсылап нетіп. Капляны жақсы түсіреді, сол үшін. Мен 10 капля қосып алдым. Мен жаңағы мынау трипсы бар нені бұған бөлік саламын өз алдына. Жапырағыменен бәрін қосып көмемін. Негізі перчатка кию керек, мен перчатка ұмытып кеттім. Осылай прям суға төңкер жаңа көміп тастаймын. Осылай 30 минут жатады. Ал енді қазір қалған гүлдерімді де басқа су дайындап, басқа суға бұларды да солай салып қоямын. Мінекей достар, мыналар міне жарты сағат жатты уже суда, жаңағы дәрімізде. Былай арасында ауыстырып салып отырдым. Барлық бүкіл жерлері дәріге нетсін деп. Бәрін осылай ауыстырып отырдым. Ол мынау міне, бұл да полный осы дәріде жатыр. Жарты сағат жатты уже болды. Қазір алып, енді қазір дәріден шығарамыз. Мінекей достар, жаңа дәріден шығардым. Енді осылай әбден жақсылап кепкенше осылай бос жатады. Жақсылап тамыры, жапырақтарының арасы бәрі жақсылап кеп болғаннан кейін сосын барып отырғызамын. Мінекей гүлдеріміз жақсылап кепті. 3 сағаттай жатты кеуіп. Енді отырғызатын грунтымызды дайындаймыз. Мына өзі орхидеяға арналған грунт. Мох, қара, керамзит үшеуін бірге жүреді. Сосын алдыңғы орхидеядан қалған майда карантты қосып жіберемін. Одан өзімде древесный угольменен керамзит араласқан бар екен, оны да қосып жібердім. Сосын ірі қара қосамын. Аса ірілерін кішкене майдалап араластырып жібереміз. Бәрін жақсылап араластырып,
Енді отырғыза береміз. Өздерінің горшоктарына отырғызамын. Бірінші мына гүлімізді отырғызып көрейін. Тамырларын щетка нелеріне тақап егеміз. Өйткені тамырдың жаңағы шөлдеп тұрғанын, тамырдың қандай состоянияда екенін көріп тұру үшін. Тамырлары көрініп тұр. Тамырлары көрініп тұр. Осылай енді қазір үшеуінде егіп шығамын. Ал достар, міне үшеуінде отырғызып қойдым. Мынаның тамыры кішкене көрініп тұр, міне. Мынаның да тамырлары міне көрінеді кішкене. Мынаның тамыры совсем жоқ, бұның тамыры көрінбейді енді. Бұл жаңағына трипсы бар орхидеямыз. Бұларды енді мен қазір басқа гүлдерге қоспаймын. Осы кухнямда терезеде бөлек ұстаймын. Кухнямда гүлдердің бәрін ана жаққа апарып тастадым. Ал мынау жаңағы тамыры жоқ гүлімізді астынан керамзит кішкене су құйып, баклажканың крышкасы, чтоб мынау түбі суға тимесін деп, соны салып қойдым. Осылай системада ұстап көрем. Мүмкін алып кететін шығар. Көреміз енді. Ал енді мен бұларды сонда ұстаймын. Қазір барып актар алып келемін. Ертең актарамен обработать етемін. Енді бүгін препаратқа салдық бұны, ертең тағы да актараға салсақ бола ма, болмай ма? Қазір мен жаңа гүл сатушылардан сұраймын. Сосын менің үйдегі жаңа мынадан көрген екен шошып үйдегі гүлдерімді қарасам, үйдегі бір орхидеямды да солай трипсы жепті. Қазір мен мыналарды орнына қойып алайын, сосын әкеп көрсетемін. Мінекей достар, жаңа үйдегі өзімнің орхидеям, бұл 2018-ден бастап менде болған орхидея. Міне, мынау ортаңғы жаңа шыққан жапырағы, міне. Қараңыздар, міне. Мына жерлері, мынау камераға дұрыс көрінбей тұр, міне. Кішкене бұғырық болып тұр, мына бөрткен сияқты болып. Солай желінген. Сосын мына шетін қараңыз, міне бірдеңе жеген. Баста негізі осы жапырақ шыққанда басы мынандай мүжіліп шықты да. Сол басынан бастап жеген ғой деймін, видимо. Күніге қараймын ғой, мына цветонос бере ма, бермей ма деп күніге қараймын. Сонда мен байқамайды екем. Бағана енді ана гүлден байқағаннан кейін бәрін дұрыстап қарасам, мынау жапырақ осылай болып тұр. Енді ана жақта тағы 3 орхидеям тұр, олар вроде таза, бәрін қарадым. Таза болса да қазір мен актара әкеліп, ертең барлық гүлдерімді обработать етуім керек. Өйткені мынау біреуінде болса уже бәрінде болады ол. Ал енді достар, рахмет. Бүгінгі менің осындай тіршілігім осылай болды. 500 теңгеден алған орхидеяларымды отырғыздым. Бұйырса ары қарай жақсы өседі деген ниеттемін. Әрине жаңа қоңыз болғаны көңілімді түсірді. Ну ничего, енді дәрі алып емдесек жазылып кетеді деген ойдамын. Ал рахмет енді достар, баршаңызға каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып жатқан жандарға үлкен алғысым шексіз. Баршаңызға жақсылық тіледім, амандық тіледім, аман болыңыздар.
сау саламатта болыңыздар.